Қайырлы күн, қазақ елі. Көптен бері пост жарияламап едім. Жариялауға мәжбүр болып тұрмын. Басқа жұмыстармен жүрмін ғой қазір. Өзім киноларымды түсіріп жатырмын. Кеше Алматыдағы қыздар педагогикалық институты, баяғы Женпи деп аталатын. Сол жерде керемет бір оқиғаның куәсі болдым. Бұл, білесіздер ме, немен салыстыруға болады? 1980 жылдары Ленинградта оқып жүрген кезде біздің қолымызға Олжас Сүлейменовтің «Азия» деген кітабы тиген болатын. Кәдімгі жастықтарымыздың астында жастанып жатқан кітап еді. Неге? Өйткені қазақтың аржағы түркі дүниесінің әлемдегі орнын айшықтап берген және Ресей патшалық империясының идеологиясына сәйкес қазақты, түркіні тарихтан сызып тастады ғой енді олар. Соны алғаш рет Азия кітабында ресейлік орыстардың слово «Апалку Игореве» деген дастандары бар ғой. Соның бәрінің ішіндегі қанша проценті қазақтың сөз екендігін дәлелдеп берген. Ол сөздер орыстарға түсініксіз болған. Тыму таракан деген сияқты. Ал соның бәрін дәлелдеп берген Олжас еді. Олжас геологпын деп өзін сөйтеді, жаңағы оқиғаны таныстырады ғой. Ал шындығында ол орыс әдебиетінің, орыс мәдениетінің, орыс идеологиясының қалыптастырып қойған идеологиясының төбесінде тұрған бұлжымайтын да қалыптасқан философиялық орнына былайына аударып тастады. Неге? Өйткені оған дейінгі бәрін Ресейдің несінде қаптап қойған ғой. Жеңген ел, жеңілген елдердің тарихын жазады деген сөз бар ғой. Міне сол Азия өз заманында революция жасаған. Кәдімгі цунами бар ғой, анау нелерді қалай қиратқан. Сондай сияқты мынау идеологияда ол цунами болды. Олжасты сол үшін ғана біз төбемізге көтеруіміз керек. Сол сияқты осы кейін кезде әрине тарих беттері ашылып жатыр. Бірақ көптеген тарихи источник дейміз, не түбіртектері тіке сол тілден біздің өзімізге қазаққа аударылған емес. Мына Жамиғат Тауарих дейді, Рашид ад-Дин Хамаданидің. Орыстар 20 жыл ма, 30 жыл аударып әйтеуір. Бірақ аударғанда олар теріп тұрып өздеріне керек жерін аударған ғой. Қазаққа қатысты жерін бәрін секіріп өтіп кеткен. Міне осындай сияқты тарихи негізделген қазақтың, түркінің тарихының бәрінің жаңа негіз болып саналатын ғылыми еңбектердің бәрін басын қосып, қазақтың 5000 жылдық хрестоматиялық тарихын бір 3 жігіт жазып шығыпты. Оразбай Зәріпбай, Ормышев Алтынбек, Мұхаммедов Әбу. Ұлы дала ақиқаты. Мұның ішінде қазақтың, түркінің 5000 жылдық болған тарихтарының әлемдегі ұлы тарихшылардың, басқа жазушылардың, басқалардың жазып кеткен еңбектері бар ғой. Солардың бәрін тірнектеп жинап, осыны ұлы дала ақиқаты деген жазып шыққан. Яғни бұл біздің академиялық классикалық тарихшыларымыз жазып жүрген кітаптарға альтернативті тарихи оқулық болып табылады. Міне осы қуанышымды бөліскелі отырмын. Білесіздер ме? Қазір жол сапарға шыққалы тұрмын, сондықтан көп нәрсені айтамаймын. Бірақ мен барып келгенше бұл сіздер таныса беріңіздер деп мына нәрсені айтқым келеді. Бұның ішінде бір ғана сөзді оқып берейін. Мініңіз. Бұлай дейді кіріспесінде. Тарих ғылымының аса құнды да жоғары дәрежелі екендігі туралы көптеген ғалымдар ой толғап өз пікірлерін жазып қалдырған. Солардың бірі аты әлемге әйгілі де атақты ғұлама, тарих саласында теңдесі жоқ данышпан ғалымдардың бірі. Жамиғат Тауарих, тарихтар жинағы кітабының авторы Рашид ад-Дин Хамадани
өз еңбегінде даналар мен ғалымдардың мынадай дәстүрлері бар. Яғни әр заманның тарихшылары өз дәуіріндегі ұлы оқиғаларды, олардың жақсылықтарын да, жамандықтарын да олардан кейінгі көреген ұрпақтарына жетіп, сол кейінгі буындарына өз дәуірлердің өмірлік жағдайлары кейінгі замандардағы ұрпақтарға белгілі болуы үшін сөйтіп даңқты патшалар мен бақытты билеушілер жайлы деректер уақыт тарих беттерінде мәңгіге қалуы үшін оларды өз мезгілімен белгілеп жазып қояды. Себебі кейінгі орын алатын оқиғалар мен жағдайлар оларды жазылмай қалған тарихты айлар мен күндер, жылдар мен ғасырлар өте өшіріп, жойып, жоғалтып жібереді деп мінсіз даналық ой жазып қалдырған болатын. Демек, әрбір ұрпақ өз ұлтының, ата-бабаларының және өз шыққан тегінің тарихын жоғалып кетпеуі үшін оны жазып жүруі және ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалуын қамтамасыз етіп отыруы керек, дейді. Алысқа барудың қажеті жоқ. Қазаққа 30 жыл күн сәулелі болған Нұрсұлтан Назарбаев тарихтың бәрін бітсін шығарып, аманаты ма, неме, жоқ, Нұр Отаны арқылы басқа қылып, бәрін өшіріп, ақты қара, қараны ақ деп жазып бітіш болды ғой. Ал енді бұл жерде мен айтайын дегенім, сол әр елдердегі, әсіресе мынау араб, парсы, шағатай тіліндеріндегі жазылған бізде мамандар, соларды оқитын мамандар жоқтың қасиет. Міне мына Зәріпбай Оразбай деген азамат осы олқылықты орнын ашып отыр. Әрине оған дейін де бар шығар енді. Мен бәрін тани бермеймін ғой. Бірақ бірінші рет сонша жаңағы источниктер әр жерден алынып, жиналып, және логикалық түрде қазақтың мүддесі үшін, түркінің мүддесі үшін бірінші рет осындай хрестоматиялық альтернативтік тарихи кітап болып шығып отыр. Қолыма тиді. Ризамын. Айттым өзіне. Мына 5000 жылдық тарихтың хрестоматиясына толыққанды әлі жетіспейтін жерлер бар шығар енді. Бірақ ендіге керуен жүре түзеледі, ішіне қоса береді. Бірақ негізгі оқиғалардың тізбектерін бәрін энциклопедиялық кәдімгі түрде жазып шыққан. Енді мына нәрсені түсінетін адамға бұның қазақ үшін маңызы енді білмеймін, немен салыстыруға болатын. Кешегі советтің кезінде оқып жүрген кезімде ұлақ дәуір социалистік революциясы надан қазақтың көзін ашты деп талай профессорлармен төбелесетін едім. Революцияға дейін Қазақстанда қаншама ғұламалар болған, қаншама медреселер болды, қаншама жаңағы кітаптар бар ғой, Әл-Фараби басқа. Соның бәрін жоқ деп біздің көзімізді шұқыды ғой олар. Неге? Өйткені олардың барлығы кириллицамен неде емес еді, алфавитінде емес еді. Олардың бәрі жаңағы айтқан шағатай тілінде, араб тілінде, парсы тілінде. Міне соларды наконец-то ғалымдар қолға алып, аударып тіке өзіміз. Айтып отырмын ғой, жаңағы кімнің таварих, Рашида Дин Хамаданидің несін. Орыстар 30 жыл аударыпты. Теріп. Ал енді бұл сол өзінің тілінен, тікелей өзінен аударып, қанша уақыт кетсе де. Сөйтіп, оған қанша адамдар көмектескен, жан-жағында жүр бәрі. Соның арқасында қазақ оқырманына осы кітап дүниеге келді. Құтты болсын, қазағым. 5000 жылдық тарихында алдыңа алып келген азаматтар аман болсын. Осы еңбектерінің жемісін көрсін. Бұдан кейінгі 5000 жылдыққа кететін руханият көзі болып саналады. Настольный книга дейді. Не дейді оны? Әрбір оқыған қазақтың кітабының жазу үстелінің үстінде тұратын
оқулық қазаққа жетсін деп тілеймін. Енді киноэкспедициядан келгеннен кейін сол кісілердің өзімен сұхбат алып кәдімгідей жариялаймын ғой. Ал қазақ, құтты болсын. Іздеңдер мына кітапты. Іздеңдер. Жақсы. Аман болайық.